Құрметті студенттер, қазір сіздердің назарларыңызға ғылыми зерттеу әдістері пәнінен студенттің оқытушымен бірге жасалған өзіндік жұмысы немесе сырыспысын ұсынамыз. Оның ішінде біздер бүгін Айтқұлов Мәдидің орындаған тақырыбын сіздермен тыңдап көрейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, пайыммен бірге бірлесіп жасалған, яғни ағынды суларды 6 валентті құтынан биологиялық әдістермен тазарту. Жалпы білесіздер, біздің Ақтөбе қаламызда кен байыту зауыттары орасан зор. Соның ішінде білесіздер, ферроқорытпа зауыты мен хром зауыттары жақсы жұмыс істеп тұр. Және алайда одан шыққан қалдықтар өкінішке орай біздің айналамызды өзінің зиянын тигізіп жатыр. Соған байланысты мен бүгін осы тақырыпты толыққанды маңызды санап осы тақырыпты алып келіп отырмын. Білесіздер, Ақтөбеде Кемпірсай хромит кендерінен шығатын Дөңтау комбинатынан үлкен біздің елімізге толыққанды пайдалы шикізаттар өндіріліп жатыр. Ал ол ферроқорытпа және хром зауыттарында толыққанды шикізат көзіне айналады. Енді бүгінгі менің жұмысымның мақсаты әртүрлі технологиялық үдерістер кезінде пайда болатын ағынды суларды биологиялық әдіспен орындарды ағынды суларына тазарту жүргізу, 6 валентті хроммен ластанған суларды биологиялық тазарту үдерісі үшін қолжетімді материалдарды пайдалану. Келесі, әртүрлі факторлардың ағынды суларының 6 валентті ең алдымен біздің Елек өзенін тоқтала өтейік. Елек өзені білесіздер, өзінің ұзындығы бойынша 623 км болып табылады. Жалпы Елек өзені Орал бастапқы сағасы Орал жерінен басталады да біздің қаламыз Ақтөбе қаласынан толық өтеді. Осы Елек өзеніндегі толыққанды соңғы мәліметтерге сүйенетін болсақ, Елек өзеніндегі судың концентрациясы, шекті рауал концентрациясы өзінің мөлшерінен тыс жоғарылап кетті дейді. Дәл сол проблемамен, дәл сол мәселемен мен толыққанды бүгін өзім зерттеуін жүргіземін. Ең алдымен, осыған дейін қандай әдістер зерттеліп жатыр? Реагенттердің құны қазіргі таңда өте жоғары, сондықтан да белгілі бір кішкентай көлемнің өзіне бір шама реагенттерді қосуымыз керек болады. Сол үшін де бізде бұл әдістің тиімсіз екенін толыққанды білеміз. Келесі әдіс бұл электрохимиялық әдіс. Электрохимиялық әдіс білесіздер, бізде өзіміздің университетімізде осы электрохимиялық әдістермен біздер толыққанды талдаулар жүргізген болатынбыз. Сол талдаулар бойынша бұл әдістің де бізге өте жоғарғы деңгейде тоқ көзінің қажет екенін және бізде бұл өте жоғарғы деңгейде тиімсіз екенін білдіреді. Ал енді менің қазіргі зерттейтін тақырыбыма сай осыған дейін жүргізілген талдауларға назар аударайық. 1969 жылы Каренков өзінің жаңа идеясын енгізді. Ол идея бойынша судың өзінде кішкентай микроорганизмдер бар. Сол микроорганизмдер өзінің құрамымен, өзінен бөлінетін белгілі бір компоненттер арқылы судың концентрациясын шылатталған жаңа шариктерді ойлап тапты. Қазіргі таңда YouTube желісінде көрген боларсыздар, шариктер арқылы судың, күннің көзін сумен әсер еткізбей, бір жағынан тазарту үлкен белең алып жатыр. Қазіргі таңда біздің елімізге де осы тәсілді енгізу жаңа үлкен белестерді бағындыруға жақсы рөл атқаратыны белгілі болып жатыр. Яғни, ал ендігі біздер тақтаға назар аударайық. Біздің гальваникалық цех ағынды сулардың сапалық сандық құрамы бойынша осыған дейінгі әдебиеттерде қандай мөлшерде ингредиенттердің бар екендігін тақтаға назар аударайық. Алғашқысы бұл хромның, білесіз, 6 валентті хром. Ингредиенттердің мөлшері 94,2%, ал шекті рауалды көлемі 0,5% болу керек. Келесі хром 3 валентті, өздеріңіз көріп отырғандарыңызда ингредиенттер мөлшері 16,3, ал ШРК 0,5%. Темір, құрамында темір бар. Ол ингредиенттер мөлшері жалпы 0,3 қазіргі таңда. Ал негізгі шектік рауалды көлемі бұл 0,1. Көріп отырсаңыздар, қандай жоғарғы деңгейде олардың арасындағы айырмашылық бар. Сол айырмашылықтарды толыққанды дұрыстау үшін мен өзімнің жаңа біздер ұстазымызбен бірге жасалған жаңа әдісімді ашқым келеді. Яғни бұл қазіргі таңда белсенді балдырлар арқылы қандай тәжірибе жасағанымызға келесі слайдқа назар аударыңыз. Ең алдымен біздер осы біздің зертханамызда кішкентай талдау жасаған болатынбыз. Бұл талдау бойынша біздің хром 6 валентті оксиді мен хром 3 валентті оксидіне ауыстыру керек болатын. Дәл сол үшін біздер менің аэробты қайырлар, Елек өзенінің өзінде бар балдырлар өзінің тиімділігін көрсетеді екен. Яғни бұл бірақта біраз уақытты талап етсе де, бір жағынан экономикалық жағынан бізге өте тиімді, екінші жағынан оның салдары да ешқандай болмайды. Енді тақтаға назар аударсаңыздар, мен
қай уақытта қандай концентрациямен қосқанымды сіздердің алдарыңызда көрсетейін. Ағынды суларда 20 градуста хромнан анаэробты биологиялық тазарту тәжірибесіне назар аударайық. Ең алдымен 1:2. Яғни 1:2 концентрация бойынша мен яғни жарты сағаттың өзінде 20%-ға тазарды, 1 сағаттың көлемінде 40%-ға, дәл солай көріп отырсаңыздар 6 сағаттың өзінде 96%-ға тазартылады екен. Яғни керісінше келесі 1:4-те білесіздер 6 сағатта 92%-ға дұрысталған, яғни өзінің концентрациясы толыққанды расталған екен. Ал енді 2:1%-да 94,8%-ға жабдықталды. Енді келесі суретке назар аударыңыздар. Қарап отырсаңыздар, жаңағы ағын сумен хроммен тазартудың уақыт пен температураға тәуелділігі зерттелген. Яғни тазарту дәрежесі неғұрлым уақытқа сай көтерілетін болса, соғұрлым тазарту дәрежесі жоғары болады деген сөз. Көріп отырсаңыздар. Келесі. Енді біздің факультет арамызда мен суретке назар аударыңыздар. Ең алдымен мен өзіміздің қолымыздағы бар балдырлармен жұмыс жасап көрдім. Тексеру нәтижесінде көріп отырсаңыздар, бірінші суретте бұл бұған дейін, яғни 24 сағатқа дейінгі, ал одан кейін бұл 24 сағаттан кейінгі. Яғни бізде не көздің мөлшерімен ешқандай өзгеріс болмаса да, паш мәні арқылы оның яғни паш мәнге көтерілгенін, яғни бейтараптанғанын үлкен үлеспен айтқымыз келіп отыр. Жалпылама бізде осы тәжірибе арқылы біздің еліміздегі судың мөлшерін, судың концентрациясын жеделдете аламыз деген үлкен сеніммен айта аламыз. Келесі назар аударыңыздар. Яғни бұл суретте көріп отырсаңыздар, осы зерттеуді біріншіден мен осы 7-ші сыныптан бастап бастаған болатынмын. Кейіннен ұстазым айтқан кезде, ол ұстазыммен толыққанды жоғарғы дәрежеде жұмыстар жасаған боламыз. Келесі назар аударыңыздар. Енді құрметті достар, бұл 20 градуста биологиялық әдіспен тазартудан кейінгі ертеңдегі хромның 6 валентті мөлшері, яғни 1:2, жаңа айтып жатырмын, 1:2 болған кезде 96%-ға өзгерген болса, енді осыны толыққанды көзімізбен назар аударып қарайық. Бірінші, яғни 6 валентті хромның ертеңдісі бізде 10 мл-де 96-да 5%-ға тазарған. Ал екінші көріп отырсаңыздар, екінші ерітіндіде бізде 20, бұл жердегі екеуінің айырмашылық, бұл 20 мг/литр болса, 95%-ға тазарту дәрежесі өскен. Ал енді ағынды суларға назар аударатын болса, қазіргі таңдағы 10 мл 91%-ға тазаратын болса, бұл уақыттың жиілігімен санағанда. Ал биологиялық әдісте неғұрлым аз уақытта тиімді 96%-ға өседі екен. Ал ағынды сулардағы реагенттік әдіс 81,2%-ға өзгеретін болса, ал менің биологиялық әдісім арқылы 96%-ға өзгереді екен. Келесі. Енді, құрметті достар, мен осы зерттеуім арқылы нені түсіндіргім келді. Біздің еліміздің бар пайдалы көздерін тиімді түрде біздер пайдалануымыз керек. Сол тиімділікті арттыратын биологиялық әдіс болып табылады, яғни менің зерттеген әдісім. Ең алдымен, бірақ та әлі де хром қосылыстарын өндіретін кәсіпорындарда ағынды сулардың хроммен тазарту, тиімді экономикалық ұтымды технологияны құрастыру өте өзекті мәселе болып қала бермейді. Сол өзектілікті бірге талдауымыз қажет. Екіншісі, бізде биологиялық әдіспен реагенттік және абсорбциялық әдіске қарағанда 6 валентті хром бар ерітіндіні хромды бөліп алу жоғарырақ дәрежеде жүретінін жаңа кестеден де өздеріңіз байқаған болатынсыздар. Бұл көрсеткіш яғни 96% құрады, менің қорытындым бойынша. Екіншісі, 6 валентті хром бар ағын суларда хромды бөліп алу анаэробты қайырмен ерітіндінің 1:2 қатынасында толық жақсырақ жүреді деген сөз. Жаңа 96% болса қатынас көрсеткен болады. Келесі, ерітіндінің құрамы күрделенген сайын 6 валентті хромның ағынды сулардағы мөлшері өскен сайын, онда 6 валентті хромды бөліп алу төмендей бастайды. Жаңа да өздеріңіз көрдіңіздер, 92% болса, 96% болды. Келесі, биологиялық әдіс кәсіпорынның ағынды суларын хромнан тазарту үшін реагенттік әдіске қарағанда 118,2%-ға, ал абсорбциялық әдіспен салыстырғанда 113%-ға тиімдірек болатынын көрген болатынсыздар. Жалпы сіз жаңа айтты ғой, биологиялық жағынан түзеуге болады деп, сол бағдарлардың көбеюі қалай жүреді? Өте жақсы. Балдырлары болады, уақыт өткен сайын. Ал сол секілді Елек өзенінде де жалпы балдырлардың, яғни бар екендігі үлкен түсінікті. Ол көбеюі жақсы жақын жүреді. Манағы сіз айтып кеткендей, жалпы суды тазартуда сіз ана шарлар қолданады дедіңіз, яғни күннің сәулесі арқылы тазартуға болады дедіңіз. Сол қаншалықты ол әсер етуі мүмкін, қаншалықты ол суды тазартуы мүмкін?
Жаңа өзім осы шарлардың көмегімен шарларда, яғни осы биологиялық әдіспен шылау арқылы сырттарын кейіннен сол суға енгізеді. Ол біріншіден күннің көзінен қорғайды, екіншіден біздің суымызды да тазартып отырады. Яғни сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, бұл әдіс шынымен де тиімді. Алайда бір нәрсенің сыртын шылағаннан гөрі сол нәрсе арқылы тазартқан жоғарырақ тиімдірек болады, ұтымдырақ болады. 96%-ға жету үшін, яғни тек биологиялық әдісті пайдаланған дұрыс. Жақсы, Нади, бүгін мінекей сондай өзекті мәселені зерттегенсіз. Суды тазарту қазіргі кездегі 21 ғасырдағы әлі де болса бізде өзекті мәселе. Сіз жаңа енді хромның 6 валентті қосылыстарын айтып жатсыз, хромның 3 валентті қосылыстарын айтып жатсыз, бір-біріне алмастыру туралы айтып жатсыз. 6 валентті мен 3 валентті қосылыстарын салыстырғанда қайсысы ұлырақ болып келеді? Жалпы бұл сұрақ бойынша негізінде 6 валентті қосылыстары өте ұлырақ болып келеді. Менің де зерттеуімнің нәтижесінде осы 6 валентті хромның қосылысын 3 валентті хромға алмастыру жалпы ең басты біздің зерттелетін санымыз, зерттейтін тақырыбымыз болып табылды. Яғни 6 валентті хром бізде ұлырақ болып табылды. Яғни бұл жерде менің айта кететін нәрсем бұл, біздің елімізде бар нәрсені тиімді пайдалану үшін қолымызда бар нәрселермен үлкен нәтижеге, үлкен дәрежеге жете аламыз. Баршаларыңызға рахмет.